Бүгін Орал қаласындағы нөмірі 2 бағытта жүретін қоғамдық көліктің базасы жаңа автобустармен толықты. Қала әкімі Мұрат Байменов 10 автобустың кілтін автобус жүргізушілеріне табыстады. Бұл автобустар адамдарды тасымалдауға өте қолайлы. Ішінде желдеткіш, жұмсақ орындықтары бар. Автобустың ішінде адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін бірнеше камера қойылған. Нөмірі 2 бағытта жүретін қоғамдық көліктің автобустары әбден ескірген, жиі істен шығатын еді дейді көлік жүргізушілері. Жаңадан келген жаңа автобустар, кондиционер бар, халық осы кондиционер сұрайтын еді, ойбай ыстық, халықтарға не болды. Жаңадан автобустар бұлар енді бұзылмайды бір талайға дейін. Бұрын ескі автобустармен жүргенде бұзылып қалады, ремонтта тұрамыз, жаңадай қосалқы запчастьтар күтіп қаламыз, отырып қаламыз. Бұлай енді басқалай қазір енді жаңа автобус жақсы болады, водительдерге де жаңадай. Соңғы жылдары Орал қаласында автобустарды жаңалау жұмысы қарқынды жүріп жатыр. Бұл жұмыстар кезең-кезеңмен жүзеге асырылуда. Соңғы 3 жылда қалада 150-ден астам автобус жаңартылған. Жалпы қаладағы қоғамдық көліктерді модернизациялау 2022 жылы басталған еді. Қаңтар айында 30-ды маршрутына жаңаладық. Енді мына 2-ші маршрутқа жаңа өзінің кезегі келіп жатыр. 2-ші маршрутта 26 автобус жүреді күніне линияға. Соның осы 10-ын уже жаңартып жатырық. Осылай биылғы жылдың аяғына дейін тағы да жаңарту ойымызда бар. Қала ішінде қатынайтын жолаушылар үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында автопарктерге заманауи автобустар табысталып жатыр. Айта кетейік, қалада жолаушылар тасымалымен айналысатын 6 компания тіркелген. Жанат Қышқынбай, Наурыз Қалиев, Жайық пресс.